Қайырлы күн, құрметті арнамыздың көрермендері. Бүгін бізде Жақан жолымен атты жобамыздың аясында түсіріліп жатқан кезекті подкаст. Бүгін бізде қонақта Бозторғай телесериалының идея авторы және де Астана қалалық мәслихатының депутаты Қанат Естек. Аға, қош келдіңіз. Арнайы дәл осы бүгінгі біздің шығарылымға келісіміңізді беріп қонақ болып жатқаныңызға шынымен де осы жоба атынан, жоба командасының атынан ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Аға, енді барлығы сізді біледі. Бозторғай сериалы осы Қазақстан төңірегінде өте танымал телесериалдардың біріне айналды. Өйткені ол арнайы белгілі бір шынайы оқиғаға негізделіп түскен, өмірде болған деген секілді. Осы телесериалдың идея авторы ретінде арнайы белгілі бір ақпараттармен бөліссеңіз және оны түсіруге кім қолдау білдірді, қандай оқиғалар болды, осы туралы айтып өтсеңіз. Қайырлы күн, құрметті жоба студиясы, және де қайырлы күн, құрметті көрермен. Мен осы ең бірінші Бақытты отбасы кітабының авторымын. Екіншіден осы көрермендердің сүйіп көріп жатқан Бозторғай сериалының автор идеясы Қанат Естек. Енді бұл жерде тоқтала кетсек, әрине бұл жерде өте көптеген сұрақтар туындайды. Өйткені желіде байқап жатқандай көрерменіміз аз емес. Бұл негізінде сонау алкисасынан бастасақ, жас кезімізде, осы 13 жыл, 14 жыл бұрын ба, осы жаңағы балалар 18-ге толған кезде бір қазақтың бір табақ етін ортаға қойып, әңгімелесіп, балалар, міне сендер 18-ге толып жатсыңдар деп, сол балалар негізінде мына кинода әртүрлі жаста болса, бірағында қазақшалап айтқанда бұл балалар 10 ем деп есептейтінімізді. 10 ем дегеніміз енді дистерняшка деп, сондай мағынада. Өйткені бәрінде туған күні бір күнде, бір жылда, бір айда солай алғаннан кейін жазып алғанбыз. Және де тектерін өзгертіп, тек қана аттары сол қалпында қалды. Сол кезде балаларды жаңағы бір табақ еттің жан-жағында отырып қойған сұрағым жаңағы аналарыңды болашақта тапқыларың келе ме деген сұрақ туындап еді. Сонда балалар енді арасын бір-екеуі ғана иә деп жауап берді. Өйткені ол кезде ең алғашқы рет айтып тұрған сөзім еді. Енді ауыр сөз ғой бұл деген. Біз сендерді асырап алдық деген сөз деген. Оңай емес, ол балаларға да оңай емес. Балалар енді артынан кейін естіп жатамыз. 14-15 жасында ақырын біле бастапты. Бұған дейін сезбегенде болар. Соны кейін айтады. Сөйтіп, солардың ішінде Ермек деген баламыз мен анамды көргім келеді деді. Сосын осы жерде мен Ермек екеуміз жеке сөйлестік. Енді Ермекпен қазір де жеке сөйлесіп тұрамыз. Бұлай негізінде өте бір көп араласып тұрамыз. Сол мен айттым, енді ары қарай мен саған сұрағыңа жауап берейін. Негізінде балалар дүниеде ең қымбатты ана деген, анадан артық адам бар ма екен деген. Сол сияқты сендердің аналарың өте бір керемет адамдар. Аналарын тапқан кезде аналарыңа алғыс білдірулеріңіз керек, рахмет айтуларыңыз керек. Олар қиын кезеңде өмірге келді сендерді. Сендерді үкіметке қалдырып кетті. Олар үкіметке сенді, сені өсіреді, асырайды, тәрбиелейді деп. Олар сендерден құтылған жоқ деп сөйтіп айтқанда. Сонда Ермектің сөзі ғой. Әлі күнге дейін айтады, осы телеарналарда бар. Мен анамды не үшін іздеймін? Мен анамды іздегенде, анамды тауып алып, анама алғысымды білдіргім келеді деп сөйтіп. Сосын мен алдында жаңағында кішкене қатты кетіп қалдым ба, қолды бірақ қойып, мен тауып берем деп сөйтіп айтып едім. Одан кейін міне 13-14 жыл болды ма? Кеше осы ноябрь айында Ермек сол 33-ке толды. Негізін олай рас жасымен. Одан бері 15 жыл өтті іздеп жатқанымызға да. Біраз телеарналарда іздеп жатыр, біраз жерде іздеп жүрміз. Соны тауып берем деп айттым да, сол кез айтпаған екем, Құдай біледі деп. Соны кейде өкінем өзім. Сол әлі күнге дейін іздеп жүрмін. Тіпті болмағаннан кейін, мынау енді мүмкін осы кітап арқылы табармын деп, осы мінекей Бақытты отбасы кітабын жазған едім. Бұл кітап енді маған 1 жыл уақытымды алды жазу.
осы ермектің өмірі, жаңағы әпкем мен жездемнің өмірі деген сияқты осы 2020 жылы жазып шығардым осы кітапты, бақытты отбасы деген кітапты. Осылар тегін таратты, біраз жерлерде бар, ішінде жаңа оқып, мүмкін ермекті жаңағы іздеп жүрген бар шығар, мүмкін біреу айтар деген, сондай мен шығарып едім осы кітапты. Кітап шығарғаннан кейін өзім енді қазақ мектебінде оқығаннан кейін бірақ анда журналистика жағына енді мүмкін тілім шорқақ шығар, өйткені ондайды неткен жоқпын. Сол жазып болып жатқан кезде, жазып жатқан кезде бұның көбінесе мен аудио жазбамен жаздым. Телефонға сондай. И өзім жақын досым, ол Бозторғай телесериалында Қанат Жанат болып екеуміз ойнаймыз. Жанат деген жақын досым өзі, бірге оқыған, сыныптасым, осы қазақ радиосында қызмет істейді. Соған көрсеттім, мынаны қателерін түзеп берші деп. Ол оқып шықты, былай да қарады, қолдады, жақсы деді, өзі қосатындарын қосты, бір сондай. Содан кейін алғашқы кітабымды ең шыққан бетте соған апарып ұсындым. Оны жаңағы осылай столдың үстінде тұр екен, жаңа әріптесі Ертас деген азамат, бір өте бір жақсы жігіт, осы Бозторғай телесериалының сценарийсі, мына кітапты көріп қалады да, Жанат ағам мынауыңыз не дейді, осындай кітап деп қысқасын айтады да, жаңа мынау кино түсіретін кітап қой деп. Сондай бір сөзден шығып кетеді осы әңгіме. Сосын жаңа менімен кездеседі, екеуміз кездесіп, біраз әңгімелесіп, жаңа Ертас бауырымыз екеуміз сондай бір осындай жобаға келіп едік. Өте керемет. Негізі дәл осы кітаптың ішіндегі оқиғалардан алып арнайы киноның сценарийін жасап шыққан, Иә. Негізінде басты осы киноның басты несі сценарийі жаңағы осы Бақытты отбасы кітабынан туындаған. Енді бұл жерде Бақытты отбасы кітабын бізде басында кино деген сөз аузымызға келген кезде Бақытты отбасы деп аталады ма деген ой келіп қалды да аяғастан. Сөйтіп жазылып жатқан кезде жаңағы осы сценарий синопсис дейміз, сол Бозторғай деген кәдімгідей өзі сұранып тұрды. Сосын жаңағы бұл жерде жаңа кім Ертас бар, Жалын деген продюсер азамат бар, өзі Ертас екеуі жолдастар, өте бір жақсы жігіттер. Енді негізінде менің балаларыммен құрдастар, жаңағы 10 баламен құрдас өздері. Жалында бәрі құрдастар ғой, солар. Аға Бозторғай десе қалай болады деген сияқты. Мен айтып, мен ұялып тұр едім айтуға осы сөзді. Ыңғайсызданып, керемет екен дедім. Сөйтіп сондай Бозторғай деген бізде киноның болашақтағы аты сол жерде туындады. Өте керемет шынымен де. Енді сол тәуелсіздік алып жатқан жылдары балаларды асырап алды ғой, Нұрлан ағамыз бен Қарлыға әпкеміз. Бір бала емес, 2 бала емес, сонау 10 баланың барлығын бірдей уақытта жаңа туған мерзімдерінде асырап алды. Енді өзіңізде болдыңыз сол кезде қасында, отбасыңыздың. Не түрткі болды екен бүтін бірдей барлық балаларды асырап алуға? Бұл жерде мен негізінде өзі 4,5 айымнан бастап, 4 айлығымнан бастап, атам мен әжемнің бауырында өстім. Атам бір қызғаныш мінезбен әке-шешеме араластырмай қойды, өзінің туған балаларымен. Біз өмірде қатты араласып көрген жоқпыз, енді арамызда сондай болған жоқ. Енді бұл жерде жаңағы әкемнің қарындасы, соның қолында өстім. Ол кісі 63 жылғы, мен 72-мін, арамыз 9 жас. Енді былай айтқанда, жаңағы әпкем тұрмысқа шыққанда, бір баласымен шыққандай болды да, тұрмысқа, менімен бірге. Солай болды. Жездемде бір керемет азамат, сол енді екеулер бір қызығы, бір ұлдарымыз бар деген сондай мағына болды да, жанұяда. Енді бірінші күннен бастап шіркін бір қыз бала келсе екен деген сияқты. Сөйтіп жүргенде 86 жылы апрельдің 22-сі Әліби деген ер бала өмірге келді. Жарайды, келесі қыз бала болар дедік. Сөйтіп бір жылдан кейін 87 жылы май айында Мәди деген ер бала келді. Сөйтіп тұрған кезде жаңағы әпкем денсаулығына байланысты болашақта бала көтермейтін болды. Сонымен бұл өте бір керемет бір арман еді, қол жетпейтіндей. Енді қалай болады екен, енді арман орындалмайды ғой деп, сондай жүрген кезде, армандап жүрген кезде қыз баланы қайдан табамыз деп. Сөйтіп жүрген кезде әпкем түс көріп, түсінде аян көріп, осы жерде бір сәбилер үйі бар деген сияқты, сондай
көріп, осыны көрші кісі келіп нан пісіріп жатқанда айтып осындай түсін айтқан кезде осы Арқалықта жолдың арғы бетінде сәбилер үйі бар. Біз негізінде мына жетімдердің үйі, балалар үйі және сәбилер үйі болып бөлінеді ғой. Сәбилер үйі 3 жасқа дейінгі жаңа туғаннан бастап сөйтіп. Сонда бір 2 қыз бала барды. Осында әпкем барды, біз де бардық. Жолдың арғы бетінде расымен 2 қыз бала бар екен. Әдемі жаңа құнтақта жатқан кішкентай. Сөйтіп қараса, жаңа осындай бір кішкентай бір бөлмеде бір бөлімше ғой, 10 бала екен. 6 қыз, 4 ұл. Бәрі кішкентай жаңа туған сәбилер ғой, 1 жасқа толған, 1 жасқа толмағандар ғана, сондай. Осыны жаңа меңгерушісі ойнап айтты. Мүмкін бәрін алып кетерсіздер деп. Біз де ойнап айттық. Әпкем де ойнап айтты. Жарайды, алсақ алып кетейік деп. Бұның бәрі ойын, былай негізінде 91 жыл. Жаңа ғана қардың кетіп жатқан кезі, қателеспесем, бұл март, апрель айы батпақ. Мен әскерде жүрмін ол кезде, әскерге келдім, хат алысып тұрамыз да, келіп, сол сөйлесіп отырмыз да, ақылдасып. Әскерден осы үшін 3 рет келіп кеткен. Осы балалар үшін. Осындай жағдай болып отыр үйде деп сұраған. 3 рет келдім. Сөйтіп жаңағы әпкем сол сіз осында қалыңыз, балаларды асырап алатын болсаңыз, балалар сізге үйренсін, құжат дайындаңыз деп. Сонымен жаңа әпкем қалатын болды. Енді ол кезде қиын кезең ғой. Жұмыскер жоқ, көмекші, тәрбиешінің көмекшісі болып кіргенде сөйтіп. Енді бір күн қалады, келесі айтады, тәрбиеші шықпай қалды, көмекші шықпай қалды, сіз қаласаңыз қалады. Еден жуушы жұмысқа шықпай қалды, сіз жуа салыңыз дейді. Жуа салады. Ана тамақ істейтін адам болмай жатыр, тамақ істей салыңыз дейді, істей салады деген сияқты. Сондай кезеңдер болды. Сонымен 6 ай уақыт өтіп кетті. Сөйтіп жүріп жаңағы 6 айдан кейін жаңа балаларды біз құжатын дайындап 91 жылдың желтоқсан айында құжаты дайын болды. Сол кезде алдық. Ол кезінде мынандай қазір дамыған заман емес, желі жоқ. Жаңа газеттен оқып, егемендік алдық деп. Жартылай түсінеміз, жартылай түсінбейміз, ол не деген сөз деген сияқты. Сондай кезең болған. Сөйтіп сол 91-дің біздің егемендік алғанмен балалар құрдастары. Тәуелсіздіктің құрдастары. Өте керемет, шынымен де әпкеңізбен жездеңіз бүгінгі күннің батыр адамдары шығар. Қазір бұл көптеген өзінің баласынан бас тартып жатқан адамдарға шынымен де бір сабақ болады. Сол кісілерге бір терең ой салады деп ойлаймын. Енді фильмнің өзім 2 маусымын көрдім. Өте ұнады, өте қызықты эпизодтардан құрастырылған шынайы оқиғаларға негізделген. Енді алдағы уақытта осы көрерменнен тағы да сұрау бойынша 3 маусымын түсіру жоспарланып жатқан жоқ па? Бұл жерде бірінші біз маусыммен тоқталамыз ба деген ой болған негізінде. Біз осындай көрермен болады деп ойлаған да жоқпыз. Бұл жерде әңгіменің әрқисасы, әңгіменің басы ең бірінші мысалға мен Берік Уәли мырза, Хабар телеарнасының төрағасы, сол кездегі соған алғысым шексіз. Сол кісі көріп, тыңдап, жаңағындай басқа бір сериалдың орнына осы сериалды ұсынып, осы сериалды жаңағы арнаға жіберіп еді. Бірақ та жібергенде де біз өзіміздің жай ойымыз ғой, бір 100 мың, 200 мың көрермен деген сияқты. Енді бұл менің өз ойым. Қалғандары да сондай ойлады деп, оған өзім ойлаймын. Сөйтіп болжам бойынша. Болжам ол. Сөйтіп. Ал анау 1 миллион 600 мың, 1 миллион 700 мың деген кезде мен шошайын дедім. Енді бір қызығы жаңа Бекон деген бала ең соңында 22 кездесетінді 20 жылдан кейін. Біз сценарий бойынша бірінші сезонда. Енді жаңа 7-8 сүріп жатқан кезде қарасақ жаңа өте бір керемет екен. Осыны жаңа оқып жатқан адамдар бар, қарап, мынау көрермені көп болатын сияқты. Ертең мынау Беконды қазір қосылатын болса, сонымен кино бітіп қалады ғой деген сияқты. Сондай туындады, енді ұсыныстар. Сондықтан да біз Беконды бірінші сезонда кездестірмейтін болдық та, сондай жалғастырып, сөйтіп жаңа шығардық. Ал енді бірінші сезон бізде мына Талдықорған жақта Текелі деген қалада сонда түсірілді. Арқалық деп соны түсірдік. Өйткені бұл локацияға енді ыңғайлы болды. Жаңағы жерде енді сұрақтарға туындайтын. Неге Текелі деген сияқты? Енді қаржы
аз болатын болды, жетпейтін болды деген сияқты сондай оймен. Ал мынау әртістердің бәрі де сол Алматы жағы, сол оңтүстік жағынан болғаннан кейін сол жерді біз алдық. Сондай өнер болды. Негізі осы Бекон деген кейіпкер бүкіл көрермен үшін өте ыстық кейіпкерлердің бірі деп есептеймін өзім. Жалпы бұл бала өмірде бар кейіпкер ме, әлде сіздер сценарий бойынша белгілі бір қызықты оқиғаларды ұштастырамыз деп ортаға қостыңыздар ма? Бекон дегенде бұл деген маған өте бір ауыр сұрақ бір жағынан. Бір жағынан кәдімгідей бар ғой, үлкен бір сағыныш сұрақ, бір қиын сұрақты осы Бекон деген. Кейде өтірік айтып, жай ойдан шығарған кейіпкер ғой деп айта салған жеңіл сияқты. Енді бірағында бұл іште жатқан дүние ғой. Сіздердің мынау енді кеше ғана тұсаукесері болып жатыр енді жобаларыңызбен. Осы сіздердің мынау жобаларыңызда, арналарыңызда айтып берейін. Бекон кім екен? Негізінде жаңағы сценарист Ертас деген жігітке тарихымды айтып бергенде, тұла бойымдағы. Өзімнің туған бауырым болған, бір әке бір шешеден туған. 96 жылы жоғалып кетті. Дәл осылай болды. 18 жасында. Ермек екеуі өте бір жақын бауыр болды. Осы біздің Ермекпен. Ермекті қатты жақсы көретінді жаңағы. Өзі екеуінің дене құрылыстары бірдейді. Денелері әрлеу, әдемі, өте бір тартымды екен бір-біріне деген. Солай болған, сөйтіп жүрген жоғалып болдық. Енді адамдар бізге көп айтты. Жаңағы органға кетіп қалған шығар, үйткен шығар. Енді ондай болып тұрды, жоқ емес. Әрине қазір енді статистика бойынша ол еш жерде көрсетілмеген ғой. Балаларды органға кетті деген сияқты. Және де бұл дәлелсіз статистика, ондай сөз айтуға болмайды шығар. Енді сонда да айтып кетейін, ондай халықтың арасындағы бұл жиі әңгіме ғой, 90 жылдарда болған. Бүгінгі таңда да мысалға өзім жерлестерім бар, балаларын, немерелерін жоғалтып алған. Кеше де міне іздеп жатыр. Сол 90 жыл жоғалтқандар. Бүгінгі де білемін өзіміздің елден, Торғай жағынан. Сөйтіп жаңа туған бауырымды жоғалтып алдым. Іздедім, қаншама іздедім, халықтар айта бастады. Өте бір керемет жігіт еді ғой, қандай бауырмал. Біз семьямызда өте бір ерекше балады. Қайрат деп ешқашан айтып көрмеппіз. Кера деп айтқанбызды. Сол мына сценарийде Кера болу керекті. Сосын Бекон болып кетті де. Осымен Кера деп алғысып тастадым. Енді болмайды деп, Бекон болып қала берсін деп. Сөйтіп жаңағы біраз уақыттан кейін, мысалға енді бір 2-3 айдан кейін ба, біреулер арқылы естіп, мен жаңа сүйегін таптым. Туған бауырымның. Бірағында марқұм әкем де, марқұм анам да, бізде жанұямызда туған 2 қарындасым бар, Құдайға шүкір. Кіші інім бар, бір әкеден туған 83 жылғы. Олар да біреуі де денесін көрген жоқ, туыстардан ешкім көрген жоқ. Жалғыз мен ғана көріп, сол сүйегін, өйткені денесінде ештеңе жоқ екен, ішкі құрылыстары жоқ екен. Сондай жағдайда моргте жуындырып, осын үйге алып келіп, намаздап, сөйтіп жерлегенбізді. Бірағында марқұм енді анам, енді анам тәте деймін, сол ағам мен жеңгем сияқты, солар бұл өмірде жаңағы өз туған балаларын көре алмады. Өмірден анам да ерте кетті, 50 жасында, 51 жасында, әкем де ерте кетті. Сол енді қиналып кетті жаңа балаларына. Өйткені бала бізде өте бір ерекше бала болған. Сүйкімді, тартымды, бұзақылық та бар бойында, жаңағы тіл де бар деген сияқты. Сөйтіп сондай содан туындаған ол негізінде. Енді жаңағы анамда халықты сенбет, жаңа Кера бар ма, жоқ па, тірі ма, тірі емес пе. Мысалға, бұл енді 96 жыл болған оқиға, қазір уже қанша уақыт өтіп кетті. Әлі күнге дейін ешкім сенбейді. Кейде сүйегін көрген менің өзім сенбей қалатын сияқтымын. Өйткені әлі күнге дейін білмеймін да, сондай. Соны жаңағы Беконды соған арнаған. Сол эпизодтарды арнадыңыз ба? Сол эпизодқа арнап сөйттік. Енді бұл халықтың көп қойған сұрақтарына интернет желісіндегі бұны толықтай айта беру оңайға тимейді. Сондықтан да мен осы арқылы мінекей көздері жетіп жатыр. Әрине, енді біздің Бекон да мен үшін қазір өте бір ерекше, ыстық, жаңа ойнап жатқан рөлді кәдімгідей келтіріп жатқан, өте бір ыстық мен үшін.
Иә, барлық көрермендер үшін ыстық, өйткені өзі қылығы да тәтті, бір жағынан кішкентай бола тұрып та үлкен адамдардың жаңағы айтатын сөздерін айтып қылықтарын жасайды ғой. Енді отбасында жаңа өзіңіз айттыңыз, Әліби және Мәди есімді екі ер бала бар, иә, және ол өзінің жаңағы Нұрлан ағамыз бен Қарлыға әпкеміздің туған балалары болып есептеледі. Сол екі ағамыз енді өзінің қазір енді қаншама уақыт өтті, қаншама жылдар өтті, жанындағы бауырларының асырап алғаннан білгеннен кейінгі реакциялары қандай болды? Олар белгілі бір пікір білдірді ма бұл туралы отбасында? Бұл өте бір қызық сұрақ екен. Біз бұл туралы ойлаған да жоқпыз. Біз кәдімгідей ана балалар енді қалай түсіндіріп айтсам екен, біз ана перзентханадан алып келгендей болды да біз үшін. Ал кинода мысалға біз балаларды әртүрлі жаста ойнаттық қой. Енді бұл жерде жаңа туындайды да сұрақ, неге деген сияқты. Ал мен мынау енді түсінігім бойынша көркем фильм, деректі фильм екеуі екі түрлі негізінде. Мысалға, егер де біз балаларды сондай қылып түсірсек, немесе жаңағы сол кездегі бір кісіні қызыл халатымен, қазіргі күнгі қызыл халатымен түсіретін болсақ, ол көркем фильмге жатпайды. Ол деген деректі фильм болып кетеді, менің ойымша. Сондықтан да ол қызықсыз болады. Енді бұл жерде біз кішкене орындарын айырбастадық. Жаңағы балалардың жаңағы махаббаты деген ол керемет бір-біріне деген 12 балада. Сондай, ол қазірге дейін сұрақ туындамайды да шығар. Ол түсінбейді ондай. Қалай? Бөтен деген сөз түсінбейді да бір-біріне деген. Тумаған деген сөз бізде айтылмаған сөз бұндай шаңырақта. Өте керемет, иә. Бұл да бір тәрбиенің бір несі шығар, белгісі шығар, балаларға беріліп отырған жастайынан түсіндіріліп айтып отырылған деген секілді. Енді аға, фильмді толық әрі эпизодтарын анық қараған адам, бұл сіздің жүзіңізді осы қазір көгілдір экранның артынан да танып отқан шығар. Сіз де өзіңіздің әкеңіздің рөлін сомдап шықтыңыз, негізі кейбір эпизодтарда бар сондай. Мен де өзім байқағаным, бұл қалай соқты? Өзіңіздің әкеңіздің рөлін сомдаған қалай екен? Енді Пошанов деген жаңағы режиссер азаматты бүкіл ел таниды ғой. Жаңағының фантазиясы деген өте бір керемет. Жаңағы жерде мен автор идея болсам да, мен өзімді жаңағы сол кісінің қарамағында жұмыс істеп жатқан, қол астында жұмыс істеп жатқан азамат ретінде сезініп, бағынуға тура келіп, кәдімгідей ол інім, бауырым, аға, мына жерде сіз әкеңіздің рөлін сіз ойнап беруіңіз керек. Мен түсінбей қалдым, қалай ол? Қалай әкемнің рөлін басқа адам ойнау керек қой енді деген сияқты. Ол жерде анам бар, туған анам бар, енді әкем бар деген сияқты. Жоқ, ана суретті қарады, мынау деген керемет қой жаңағы деп сөйтіп. Сондай жаңа ұсынысты былай қабылдадым. Бірағында кейде ойлаймын, мен ешқашанда киноға түсіп көрген жоқпын, спектакльдерге де. Басқалардың рөлін қазір, басқа қандай рөл болса да ойнай алатын сияқтымын да, ауыр емес сияқты. Ал негізінде әкемнің рөлін ойнау маған қатты ауыр болды. Неге ауыр болды? Өйткені жаңа жазып берген сценарийдің сөздері, сценаристің, режиссердің айтып отқан тапсырмасы, жаңа әкемнің сөздерін мен айту, әкемнің жаңағы рөліне кіру мен үшін қиын болды. Өйткені текст оқиын десем де жаңа әкем деген сағыныш, анаға деген сағыныш қайта-қайта келе береді. Өйткені әкем балам деп айтып көрген жоқ, мен әке деп айтып көрген жоқпын. Иісін де сезінбеймін де қазір. Үлкен бір сағыныш қалып қойды. Бозторғай ауыр тиді маған. Мен анамның жан тапсырардағы сөзі әрі кеткен бір 30-40 секунд па сондай болды. 4 саусағын ұстап жаттым. Анам кішкене көп ауырған жоқ, жатты, қасына келіп, тәте, бәрі жақсы болды дедім. Сосын айтты, Қанат, мен сені анаңмын деді. Туған анам. Тәте, білем дедім. Сен мені кешірші деді. Мен кештім дедім. Сол кезде жан тапсырды анам. Соны қазір кейде ойлаймын, шіркін, жай бір алдын алып бір ай бұрын айтса ғой, мен келіп құшақтап иіскер едім. Мүмкін иісі қазір қалатын еді. Әкем де сол. Сол қазір иісті сезінбеймін де, соны сағыныш бір басылмайды. Сол жаңа әкемнің жаңа айтқан сөздері, жаңа әкем сөз айтады, шіркін, Қанат білсе ғой,
мен оны қалай жақсы көретінімді, жанымнан да артық жақсы көретінімді, ол маған бір дұшпанға қарағандай қарайды, жауға қарағандай қарайды деп жаңа әкемнің бір өкініші, жездем айтып тұрған, жаңағы бір құдайға деген өкініші айтып тұрғанда, енді өтініші ма сондай, қалай мен жеткіземін деген сияқты балама. Ал мен болсам, сол кезде бала болдым, бұл сөзді естіген жоқпын, арамызда бір деген тұрған сияқты болды ма, соны қалай сол әкемнің сол кезде қазір тірілтіп алғандай болып, сондай сезімдер болды. Негізі сіз жаңа Қарлыға әпкенің қолында өскенсіз, Иә. Нұрлан жезден Атам мен әжемнің қолында өстім да, сонда атам мен әжем өмірден кетіп қалды. Сонда біз Қарлыға әпкенің қолында, бізде малосемейка дейді, шағын ғана бөлме, кішкентай ғана біз арқалықта. Сонда жездем мені әпкем жатады, осы келесі осы ортада жаңа мынандай тұрады, қабырға жағда мен жатамын. Жездем үйде бола қоймайды, милицияда қызмет істеді, ылғи жаңағы сменде болады. Мен әпкем қасында жатамын, кішкентай әпшектер тұрдықпыз. Ал туған бауырларым, олар әке-шешеммен тұрды. Енді әрине ол үйде тұрып жүрдім ғой да, сондай өмір. Жақсы, енді бізге тағы да бір қызықты оқиғалар болды, жаңағы объективке сыймай қалған, немесе көрінбей қалған деген секілді бір оқиғалар болса, осы жерде пайдаланып айтып берсеңіз, ары қарай осыны талқыласақ бірге. Енді бұл жерде жаңағы Жалын деген, это інішегім, өзімнің продюсер, күндіз түні соның басында жатып тұрып, бұл қағаздарын қарап, біз Жалын бар, продюсер, Пошанов бауырым бар, режиссер, жаңа Ертас бауырым бар, сценарист. Біз жаңа көлікпен де біраз араладық, қаланы араладық, үйлерді араладық, ауылдарды араладық. Қолдан келгенше бәрін айтуға сол жерде тырыстым. Сол кезде кіргізуге тырыстым. Енді түспей қалған деген сияқты, оны қолдан келгенше бәрін түсіруге тырыстық. Ол жерде тіпті жаңағы өзімнің кезіндегі мамонттың сүйегін тауып алған, оны да түсірдік. Мұражайда мысалға жазылған Торғай өңірінде мамонттар кезінде болған деген дәлелдер бар. Сол сүйекті тауып алып, сөйтіп апарып тапсырып, сөйткенде ол да түсірілді. Енді әрине оның бәрін қазір айта беруге мүмкін емес шығар, енді кейде ондай түсірілмей қалған сәттер жоқ емес, бар ғой, әрине. Бұл жерде менің айтып отырмын, жаңа басында айтып кеткен туған екі қарындасым бар. Айгүл, Бақытгүл деген. Өте бір керемет жандар да. Кәдімгідей сағынып тұрам. Оларға енді оңай емес шығар. Мен бөлек өскеннен кейін, олар енді қазір үшеулері өте бір жақында. Енді мені аға деп құрметтейді, бірақ та үшеуі бауыр. Сол жаңағы Айгүл мен Бақытгүлді жаңа кинода түспей қалды. Жаңа өзімнің екі кішкентай ұлдарым, кенже ұлдарым Әлинұр мен Әбілмансұр, кітапта бар, сол екеуі Қайратпен Жандостың рөлін тамамдады, рөлін ойнады. Ал Айгүл мен Бақытгүл бұл жерде түспей қалды. Енді әрине бұл жерде ойлап отқаным, біз әдейі түсірген жоқпыз. Ненің сыртында қалдырып қойдық. Сонда сұрақтар туындаса, көрермендерге деген қызық болса, неге ол қайда, ол негізін тағы да қыз болу керек еді ғой, олар неге түспей қалған, оларға бірден болып қалды ма деген кәдімгідей жаңағындай сұрақтар туындасын деген бе, сондай нелер болды енді ойлар енді. Түспей қалды енді. Болашақта әрине олардың болғаны қалар. 3-ші маусым болып жатса мүмкін түсіп қалар ма дейсіз ғой? Мүмкін, бәрі мүмкін бұл өмірде. Қазір енді 12 баланың барлығы бір қызметті ұстап жатыр, бір отбасын асырап отыр. Барлығы үйленді, барлығының балалар бар ма қазір? Бұл жерде 12 бала, 12 баланың 11-і үйленіп тұрмысқа шықты. Әрқайсысынан кішкентайлар бәрі бар. Бүгінгі таңда 11 баладан 25 немере бар. Енді осы декабрь айында Құдай қаласа тағы 3-еуін күтіп отырмыз. Жылдың аяғына дейін бе, Құдай қаласа. 28 әзірше болады. Енді бізде Арман деген баламыз, жаңағы Арман кинода бар ғой. Кішкентай. Кішкентай Арман. Сол
үйленген жоқ, енді үйленетін ойы бар. Енді бұл жерде рұқсат болса жаңа Арманға тоқталып кетсем, бұл да бір керек сияқты. Жаңа кино түскен кезде көптеген басқа өңірлерден адамдар көп хабарласты. Ұшақпен ұшып келгендері болды. Жаңағы қолтаңбаңызды алайық, кітабыңызды бересіз бе, кездесейіктен өте көп. Қазіргі мына Астана қаласының мектептерімен де кездесіп жүрмін, кездесулер өткізіп Бозторғай несінде. Сол жаңағы көбісінің сұрағы Беконнан кейінгі ме, Ермектен кейін бе, Арманды көп сұрайды. Мына Арман деген бала бірінші сезонда сөйлеген жоқ қой, оның тілі бар ма, ол сөйлей ма, тілі шыққан жоқ па деген сияқты. Қандай рұқсат болса. Сөйтіп жүргенде Арманды көп сұрайды. Арманның рөлінде ойнаған баланың өзі өте бір сүйкімді. Екеуінің жаңа тарихтары да келді. Жаңа Арманның рөлінде ойнаған баламен Арманның екеуін жаңа өмірдегі де келеді, енді ұқсастық бар. Енді қатты жарнамалай қояйын, ол балада әкесі болған жоқ өмірде, өмірден өтіп кетті. Анасы бір жақсы қарындасым, өзім қызымдай, сол ата деп хабарласып тұрамыз. Сол баланы көп сұрайтын. Сол Ақтөбеден бір қыз бала хабарласты. Ана бала қандай сүйкімді, тәп-тәтті, ол Арман қандай, тілі шықты ма, үйтті ма, бүйтті ма деген сұрақтар туындады. Сол кезде жаңа біз айтты, жоқ, Арман үлкен жігіт, 30-дан асты, үйленген жоқ, тілі бар деп. Қалай көруге бола ма? Көріңіз. Сол ұшып келді ұшақпен Ақтөбеден жаңа. Біздің құрдас екен, жаңа сондай. Сөйтіп екеуі танысып, қазір міне жарты жылдай болды. Жақсы араласып жүр. Енді үйленгілері келеді. Семья болғылары келеді. Сондай бір қызықты нәрселер. Өте керемет аға. Шынымен де өзім керемет әсерде отырмын. Енді қазіргі өзінің баласынан бас тартып жатқан, маған бала керек емес деп жатқан отбасыларға бір кішігірім үндеу айтып кетіңізші. Осыны пайдаланып отырмын. Енді бүгінгі таңда бұл деген өз баласынан бас тарту деген біз 90-шы жылдан кейін кезеңдерде, 2000 жылдың кезеңдерінен қалып қойған сол әңгіме деп ойлаймын кей кезде. Қазіргі таңда өз баласынан бас тартатын әке де, ана да жоқ. Негізінде бұл енді әке мен ананың екі ортасында жаңағындай түсінбеушілік болып қалып, сондай туындайды бұндай сөздер. Оны ешкімде өз баласына бас тартпайды. Әрине, бұл қиыншылық, бұл орта. Бізде мысалға кеңес үкіметінен қалып қойған бір құжат бар. Баладан бас тарту туралы. Перзентханаға жаңағы алданып қалған қыз бала келеді. Мен мына баладан бас тартамын дейді. Біреуі. Екіншісі уақытша қалдырамын дейді. Екеуі. Болды. Қалдырады, туады, шығады, таксиге отырады, кете береді. Ал шетелдерде 5 түрі бар екен дейді. Мысалға қыз бала алданып қалса, қыз баламен мақта психологтар жаңағындай сөйлеседі, баланы қалдыруға болмайды деген сияқты. Егер де болмай бар жатса, екіншісі әкесін табады. Іште жатқан баланың әкесімен сөйлеседі. Тіпті болмай жатса, қыздың ата-анасы, төртінші ер баланың ата-анасы. Содан кейін барып, тіпті болмаса, бесінші жаңағы жерде жүздеген мыңдаған жанұялар күтіп отырады. Бала асырап аламын деп. Соның ішінде ең мақтысы конкурстан өткені сол ғана асырап алады. Ол бала бақытты болып өседі бәрібір де. Ал бізде ондай жоқ та, сондай. Енді қазіргі бүгінгі таңда бізде жетімдер үйі жоқ. Енді жоқ деп айтамыз былай негізінде. Бізде қазір ана мен бала үйі өте бір. Енді бұл жерде бұл өте бір өзгеше форматта бұны өткізуге болады, әрине. Қазір өткен көп уақыт алады. Қазіргі балалар кішкене бақытты. Бәрі бақытты. Ешкім қазір баласын тастайтын кезек емес. Бәрі жақсы болады. Жаңағында көрермендердің көбінесе білмейтін тағы бір бұл жерде екі жобасы бар деп айтып кетейін.
бір өте бір қызықты оқиға шығар енді бұл деген. Негізінде жаңа Нұрым деген бала бар. Балалардың ішінде ең кішкентайы, қоқыстан тауып алған, осылай болды деген сияқты. Жаңағы ең сонда ол кімнің жаңағы аударылып қалды ғой енді, солардың балалары болып өсіп келеді, ол нете алмай қалды деген сияқты, шешесі қайтыс болып кетті деген сияқты. Бұл жерде Нұрымның әкесі тапқан кезде бір күн жетпей қалды, арамызда жете алмай қалды, сол кезде қайтыс болып кетті. Көп іздедік Нұрымның әкесінде. Сондай. Енді бұл жерде Нұрым негізінде рас туған жылы 91 жылдың февральдың 12-сі. Менің үлкен қызым 91-дің февральдың 12-сі. Өзім туған қызым. Енді өскеннен кейін Нұрым әскерге барып келді, отын алдында борышын өтеді. Әлі дейін мінекей қазірде қолымда, балалар қолымызда. Көке, енді балалардың бәрі көке дейді. Бұл жерде көке деген біз әке деген мағынаны білдіреді бір жағынан. Сол бізге Ренат екеумізге қосылуға бола ма дейді. Сонда ұлсат сұрайды. Мен шошып кеттім біріншінде. Қалай деген сияқты. Сосын барып ұлсатымды бердім. Енді екеуі бір күнде, бір айда, бір жылда туған. Негізі құжаттары бойынша. Сөйтіп екеулерін қостым туған қызыммен. Олардан 2 немерем бар. Сондай оқиға бар бұл жерде. Енді бұның тағы жалғасы, бір қызығы, Нұрым деген баламыздың мен білген жоқпын, рөлін тамамдау үшін, жаңа ойнау үшін бір кішкентай бала жаңағы бар, Нұрым болып кішкентай бала ойнайды, жаңағы толықтау, дәл қатты ұқсайды екеуі. Сол бала ойнайтын болды деді Қостанайға. Сосын мен жаңағы бардым Қостанайға, жүріп қарасам, түрі таныс, кішкентай баланың түрі таныс. Шешесі түрлері таныстау. Сосын айтады, аға, сіз осындай Беріктал деген ауылдансыз ба дейді. Беріктал деген ауылдамын. Сол жақта мен кімнің, осындай кісінің немересі боламын ғой дейді. Қалай не? Енді сөйткен кезде жаңағы бір қызығы Нұрымның руы, біз қазақшылық руға бөлеміз ғой, Таз деп. Сол жаңағы кімнің жаңағы баланың, ойнап жатқан баланың нағашы атасы Таз, туыс болып келеді өздері, не болып сол. Кәдімгідей сондай бір, бұлардың жақындықтары бар. Енді жаңа өзінің жақын адамы өзінің рөлін ойнап тұрды. Оны мысалы қазір шешесі де біле қоймайды деймін, ойлаймын. Сондайсында бұл деген кинода ғана болатын оқиға сияқты. Сондай. Өмірде де болып тұр. Өмірде де болып тұр. Ол қалай болып тұр сондай деген керемет жағдайлар ғой. Рахмет аға, уақытыңызды бөліп дәл бүгінгі біздің подкастқа келіп, жаңағы мен өте қатты қуанып отырмын, себебі кадрдан тыс ақпараттарды айттыңыз, барлық шындықтарды айттыңыз. Мұның өзі экран артындағы көрермендер үшін өте маңызды, және сұрақтарының басым бөлігін дәл осы біздің подкастымызды көріп алады деп ойлаймын. Енді аға, сізге шығармашылық табыстар тілейміз, отбасыңызға бақыт, береке тілейміз, тек қана жақсылық болсын дегіміз келеді. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің подкасттың қонағы дәл осы мінекей бақытты отбасы атты кітаптың авторы, және де Бозторғай телесериалының идея авторы, Астана қалалық мәслихатының депутаты Қанат Естек. Тағы да сізге өзіміздің керемет алғысымызды білдіреміз. Бүгін біздің Жаһан жолымен атты подкасттың 2-ші шығарылымы. Біз ақпараттық қолдау білдірген үшін Жастар онлайн парақшасына алғысымызды білдіреміз. Көп рахмет.